Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім Софи. Сіздерге уәде еткенімдей, осы өте шоколадты болатын браунидан да дәмді болып шығатын Матилда пирогын сіздерге ұсынғым келеді. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай және қолжетімді ингредиенттермен жасалынады. Және бұл торттың ерекшелігі оның бисквитімен және пропиткасында. Бұл бисквитті және пропиткамен осылай жасап көрмегендеріңізге 100% сенімдімін. Жұмсақтығы, шоколадқа қанықтығы сондай, қасық тисе болды, аузыңа түспей жатып еріп кетеді, өте дәмді. Және бұл пирогты сіздерге кеңес берем. Ыстық күйінде жесеңіздер ерекше дәмді болады екен. Ал қосымша пропиткаға қойып және тоңазытқышқа салып қойып, суық күйінде жейтін болсаңыздар, шоколад жеп отқандай боласыздар. Ал енді бастайық. Ол үшін бізге ұн қажет 250 грамм және қант, қопсытқыш, ванильді сахар, ванильді қантымызды қосамыз. Және бұл бізде ас содасы. Қопсытқышты қостым екен деп ас содасын қоспай қоймаңыздар. Ас содасы өте маңызды бұл жерде. Және жарты чай қасық тұз. Осыларды салып, құрғақтай жақсылап араластырып аламыз. Бұл пирогты жасауда маған осылай барлығын бірден салып, араластырып, сразу духовкаға сала саласың. Сол жағы өте қатты ұнады. Асығыс болсаң, жылдам әзірлеп, жылдам дайын болатын ерекше пирог екен. Және бұны ыстықтай жей бересің. Қонағың келді ме, ыстықтай алдына қоя саласың, рахат. Енді осыған осы жұмыртқаны саламыз. Содан кейін пісте майын немесе жалпы өздеріңіз қандай май қолданасыздар, дәмі жоқ, сол майды қосамыз. Мен пісте майын құйдым, бірақ әдетте мен жылқы майын қолданам. Жылқы майының дәмі жоқ және өте пайдалы болып келеді. Өстіп жақсылап араластырып аламыз бұнды. Мынандай кесек-кесек болып қалады, ол ештеңе етпейді. Просто былай жаймен бір араластырып қойсаңыздар, осы бізге жеткілікті. Мынандай кесектері ештеңе қылмайды, өйткені қазір біз бұған ыстық сумен какао қосылған ыстық суды қосатын боламыз. Келесі біз 60 грамм какаоны аламыз да 200 грамм ыстық су құямыз осыған. Ыстық суды құямыз, бірақ қант ештеңе қоспайсыздар. Осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі консистенцияда болғанша, какаосы толықтай еріп кеткенше жақсылап араластырып аласыздар. Айтпақшы, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және бұл видеоны сақтап алыңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, өйткені келесі жолы мен осындай тез жылдам дайын болатын тағы да басқа ыстық бәліштермен сіздермен бөлісетін боламын. Айтқандай, кеше құдағиым келіп, сол кісіге тоже осы пирогты жарты сағатта тез пісіріп дайындай қойдым. Тамағым да дайын, пирогым да дайын. Қашан пісіріп үлгердім деп таң қалып отыр ғой ол кісі. Осылай жаңағы какао қосылған суымызды осы салмамыздың, қамырымыздың үстіне құямызды жақсылап араластыратын боламыз, біркелкі консистенцияда болғанша. Және қанты бізде толық еру керек. Және алғашында біз бұған қант қостық қой, сол қантымыз толықтай еру керек. Бұл бисквитпен капкейк жасасаңыз болады, және трайфлға қолдансаңыз вообще керемет болады. Көріп тұрғандарыңыздай бисквиттің өзі өте қолжетімді, үйде бар заттармен ғана жасалады. Просто бұның жасалу тәсілі басқа болғандықтан, піскенде де басқандай болып шығады. Ал былай қарасаңыз, бұл осы ингредиентпен тоже жасауға болады. Алдында бірінші жұмыртқа салып, оны көпіргенше миксерлеп деген сияқты. Бірақ ол піскен кезде ол басқандай болып шығады. Ал осы тәсілмен жасасаңыз, дәмі мүлдем басқа. Мінеки көріп тұрғандарыңыздай қатты қою емес және қатты сұйық емес. Осындай консистенцияда болады. Бұны біз 180 градуста 30-35 минут қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде менің формочкамның диаметрі 26 сантиметр. Ал сіздер 24-22 сантиметрлік диаметрдегі формочкаға пісірсеңіздер де болады. Бетін тегістеп алып, пешке саламыз. Ал енді біздің бисквитіміз дайын болғанша, оның пропиткасын жасаймыз. Ең маңызды жер осыда. Какао ұнтағына қант қосып,
және қайнап тұрған ыстық су қосамыз. Судың орнына ысылау сүт қоссаңыздар да болады, бірақ мен су қоса берем, ол онсыз да дәмді болып шығады. Осы массамызды жақсылап тұрып, какао толықтай ерігенше жақсылап араластырамыз, және қанты да толықтай еру керек. Осыны алдын ала дайындап қоямыз. Бисквитіміз дайын болғанша бұл кішкене жылып тұрады, ысылығы кетіп. Мінекей біздің бисквитіміз дайын. Осылай пергамент қағазын алып тастаймыз, бірден аударып. Бұның айтпақшы бетінде жарылып, кішкене солай піседі өзі. Ол ештеңке қылмайды, одан шошымаңыздар, өйткені ол бізге маңызды емес. Осылай аударып қоясыздар да, мен сияқты осылай пышақпен кесіп, қатты батырмай, слегка жаймен ғана кесіп қойсаңыздар болады, чтобы пропитка бәрі арасына кіру үшін. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, бисквиті өте жұмсақ болып пісті. Енді осының үстіне жаңағы пропиткамызды құямыз. Ыстық күйінде. Қараңыздаршы, буы шығып тұр ғой даже. Осылай ыстық күйінде құясыздар. Пропиткамыз бірден сіңіп, балдай еріп кететіндей болып дайын тұрады. Және бұл жерде сіздер пышақпен кеспей-ақ, ағаш не бар ғой жаңағы суши пиццаның палочкалары, сондаймен әшейін тесіктер жасап шықсаңыздар да болады. Содан кейін ең соңғы фишкамыз осы Қазақстан шоколадын сливочный масламен бірге ерітіп, осының үстіне құйып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, соңында кескендегі текстурасын көрсеңіздер, шоколады ағып тұрады ғой прям. Мінекей осылай тегістеп шығасыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын. Бұны міндетті түрде жасап көріңіздер. Браунидан да өте дәмді болып шығады бұл пирог. Қараңыздаршы, қандай керемет. Пышақ тисе болды, бірден кесіліп кетіп жатыр ғой. Ауызда еріп кететін пирог екені уже көрініп тұр кескенінен. Мінекей өте нәзік, үлбіреп қалған пирог. Шоколадты қатты жақсы көретін жандар осыны жасасаңыздар өкінбейсіздер. Қараңыздаршы, қандай. Ой, дәмді прям. Қасық тигендегі текстурасын қараңыздар. Жылтырап тұр ғой тұры. Қасық тисе бітті, бірден үгітіліп, бал болып тұр. Аузыңызға салмай жатып еріп кететіндей дәмді болды. Аяқ асты қонақтарыңыз келгенде бірден дайын болатын және бірден жеуге қоя салатын осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, және сіздерге осы видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім Ас Софи. Астарыңыз дәмді болсын.